Бүгін сіздермен пациенттің зерттеу нәтижелеріне талдау жасайтын боламыз. Пациент 1971 жылғы әйел кісі. Пациенттің аты жөні көрінбес үшін төбесін осылай қайырып қойдым. Пациенттің шағымдары оң жақ қабырғасындағы ауырсынуға, қатты әлсіздікке, тез шаршағыштыққа шағымданады. Пациенттің құрсақ қуыс ағзаларының ультрадыбыстық зерттеу нәтижесі бауырдың оң және сол бөліктен тұрады. Оң бөлігінің биіктігі қалыпты жағдайда 120-150 мм аралығында болады. Пациентте норма. Сол бөлігінің биіктігі қалыптыда 60-80 мм аралығында болады. Пациентте норма. Келесі қақпа венасы қалыптыда 8-13 мм аралығында болуы қажет. Пациентте норма. Егерде 13 мм, 15 мм-ден жоғары болса, онда қақпа веналық гипертензия болуы мүмкін. Ал бұл қақпа веналық гипертензияның себептері ол циррозда, созылмалы гепатитте, қақпа венасының тромбозында, жүрек ауруларында болуы мүмкін. Бұл жағдайда қосымша симптоматика, қосымша белгілер болуы мүмкін. Соның барлығын жинақтап отырып диагноз шығарамыз. Келесі өт қапшығы. Өт қапшығының ұзындығы қалыптыда 70-100 мм аралығында, ал ені 3-4 см, яғни 30-40 мм аралығында болуы қажет. Бұл пациентте ені кішкене ұлғайған, сол үшін өт қапшығы кеңейген деп жазылған. Қаптың қуысы, қаптың қабырғасы, стенка қалыптыда 3 мм-ге дейін болуы қажет. Бұл пациентте қалыңдаған, қаптың қабырғасының қалыңдауы көбінесе холецистит кезінде байқалады, және қаптың қуысында тас бар екен, 20 мм, яғни 2 см тас бар. Ол өт қапшығындағы тастың пайда болуының бірнеше себептері бар. Келесі, жалпы өт жолы қалыптыда 4-6 мм аралығында болуы қажет. Егер 60 жастан асқан адамдарда 7 мм болса, ол қалыпты болып есептелінеді. Ал өт қапшығын алдыртып тастаған жағдайда, яғни холецистектомиядан кейін 10 мм қалыпты болып есептелінеді. Егер өт қапшығын алдыртпаған науқаста 7 мм-ден артық болса, онда қосымша зерттеулер жүргізіледі, КТ, МРТ. Яғни ол өт қапшығында, өт жолдарында тастардың тұрып қалуы, түйіндердің пайда болуы, ісік болуына күдіктенеміз. Келесі бізде ұйқы безі. Ұйқы безінің қалыпты размерлері мына жақшаның ішінде жазылған. Бұл пациентте ұйқы безінің размерлерінің барлығы нормада. Көкбауырдың ауданы қалыптыда 40 квадрат сантиметрге дейін болуы қажет. Пациентте норма. Келесі бізде бүйрек. Бүйректің размерлері, оң жақ бүйректің өлшемі ұзындығы қалыптыда 9-12 см аралығында болуы қажет, яғни 90-120 мм аралығында. Пациентте норма, және ені 4,5-6 см, яғни 45-60 мм аралығында болуы қажет. ұлпаның қалыңдығы қалыптыда 10-15 мм аралығында болады. Егер 10 мм-ден төмен болса, бұл созылмалы бүйрек ауруларында, нефросклероз, бүйректегі қан айналымының бұзылуы, бүйрек тіндерінің атрофиясында байқалуы мүмкін. Ал егер 15 мм-ден жоғары болса, ол жедел қабыну процестері, пилонефрит, гломерулонефрит, ісіну немесе ісік, гидронефроздың бастапқы кезеңдерінде байқалуы мүмкін. Келесі, тостағанша астау жүйесі қалыптыда 2-5 мм аралығында болуы қажет. Бұл УЗИ-дағы нәтижесін мен түсінбедім, шынымды айтсам. Бірақ заключениесінде осы тостағанша астау жүйесінің қалыңдауы деп берілген. Так, келесі бізде биохимиялық қан анализі. Биохимиялық қан анализінде креатинин норма, глюкоза бізде төмендеген. Бұл пациентте неге төмендеп тұр? Бұл пациент ораза айының алдында 2 апта диета ұстаған, өттегі тасқа байланысты, және ораза ұстаған. Соның нәтижесінде глюкоза төмендеген көрсеткіші. Бұл пациентте сілтілі фосфатаза жоғарылаған. Көпшілік қателесетін, ол сілтілі фосфатаза тек өт жолдарының ауруларында, бауыр ауруларында жоғарылайды деп есептейді. Бірақ сілтілі фосфатаза бұл бауырда, сүйекте, ішекте, өт жолдарында болатын фермент. Яғни бұның жоғарылауы осы ағзалардағы патологияларды білдіруі мүмкін. Мысалға, холецистит, холестаз, өттің ағуы бұзылған жағдайда, гепатит, цирроз кезінде жоғарылауы мүмкін. Сүйек аурулары кезінде витамин D-ның жетіспеушілігінде, остеомаляция сияқты сүйек патологияларында жоғарылауы мүмкін. Жүктілік кезінде плацентада сілтілі фосфатаза ол табиғи түрде өндіріледі. Жүктілік кезіндегі шамалы жоғарылауы ол қалыпты болып есептелінеді.
Сондықтан бұл пациентке сілтілі фосфатазаның не үшін жоғарылап тұрғанын білу үшін витамин D-ға да анализ тапсыруға жіберілді. Сүйекке байланысты не болмаса холециститке байланысты жоғарылауы мүмкін. Келесі бізде талдау жалпы қан анализі, барлықтарыңыз жақсы көретін. Бұл жерде гемоглобин норма, қараңыздар, эритроцит төмендеген, түсті көрсеткіш нормада. Түсті көрсеткішке қарап көбісі ойлауы мүмкін, жоқ, бұл пациентте темір тапшылықты анемия жоқ деп. Бірақ қараңыздар, біз барлық нәтижелерді қарап ортақ шешімге келеміз. Бізде эритроциттердің орташа көлемі төмендеген, яғни көлемі кішірейген, эритроциттің құрамындағы гемоглобин деңгейі төмендеген. Яғни бұл бізге енді басталып келе жатқан темір тапшылықты анемияны білдіруі мүмкін. Сондықтан пациентті железо, ферритин, трансферинге анализ тапсыруға жіберілді. Келесі бізде эзонофилдер жоғарылаған. Эзонофилдер қай уақытта жоғарылайды? Ол аллергиялық реакция болған жағдайда және адам ағзасында құрттар болған жағдайда жоғарылайды. Эзонофилдердің жоғарылауы ағзада аллергиялық реакция болған жағдайда және адам ағзасында құрттар болған жағдайда жоғарылайды. Адам ағзасында құрттар болған жағдайда бұның деңгейі 2-3 есеге дейін жоғарылау байқалады. Бұл пациентте қазіргі уақытта мұрынның бітелуі байқалады. Сол үшін мен аллергический ринит деген болжам жасадым. Сол үшін лор врачқа баруына ұсындым. Келесі суояның жоғарылауы. Суоя бізде организмде кез келген воспаление болсын, инфекция болсын, аллергиялық реакция болсын жоғарылайды. Келесі бізде зәр анализінде барлығы қалыпты, это отрицательный, пациенттің ЭКГ-сі қалыпты.